бірақ ол кезде бизнес деген не екенін білмеймін, шыны керек. Ең алғашқы ауылдан, тіпті ауданда жоқ кафе аштым. Сестренкам айтамын, ауылдан ақша түсіп жатыр ма, маған жіберші деймін. Өзім үй салып бастадым, уже кішкене мамаларға көмектесе бастадым. Сол папам үшін қазір Агуде оқып жатырмын. Сондай нәрсе ауылға тарап кетті. Мен уже қатты стресске түсіп кеттім. Сол тығырықтан қалай шығам деген ой болды. Бірақ ол внезапно жаңағыдай бір пирожкидің арқасында келіп қалды. 0,5 теңге болды тек қана, бар ғой сізге айтайын. Білмеймін, ақысудың қалқығандай екен, ондай деп ойлаған жоқпын. И всегда қалайсыздар, қош келдіңіздер, ана жақта табақ пісіріп жүгіріп келесің де, өзбектер шақырып, қалпақтарды шақырып, уже поварлар бар, күніне 20 мың беремін. Тоже ютубтан қарап үйрендім. Ағадан қалай жасап жатсыз деп сұрап аламын. Ауылға менің атым жаман болып естіліп жатқан кезде де мен жастарға айтатыным, любой нәрседен ақша шығаруға болады. Кез келген нәрседен. Бір сынып қалсаң, ауылдың бәрі өртеніп жатқанда, ойбай, Айко тастады да маған. Соңғы ақшам болса да 50 мың теңге мә деп беретін болдым да оларға. Мен ешкім көп қалмасын деп сөйтіп отырады да адамдар. Мен үйренген жоқпын. 90 миллион заказ дейді. Айо жасап кетті деп. Ертең мен байға кетіп қаламын, болды ғой, қалады ғой бәрі. Сен өзің сол нәрсені қаламайсың, все. Ал если сен қаласаң, сен любой нәрсені қопарып тастайсың да. Папаның сол бір-ақ сөзі менің әлі не да. Но Акунай мысалы сенен бас деп айтады да. Айо жатыр дейді. Қытай балдар бар ғой, күшті. Шаруаңды жасап кілеңмен шырпа беріп ұстап жүре берші деймін. Мысалы мен артым шашып қопарып жүремін. Нені сен қолынан күшті келеді, соны тауып алсаң болды. Майын тамызып тұр, 5 сағат отырып сөйлестім ғой. Ана кісі ойлаған сияқты соңында маған ғашық болып қалды деп бар ғой. Кетіп батыр, правда мен 200-көмен кәдімгі. Мады қалсам, ана кісі маған сөйлемеген сияқты ғой деп. Папам айтпақшы, басыңыз бар. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде қонақта Айгерім Асхатқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет көп-көп. Өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Рахмет көп-көп. Менің есімім Айгерім Жақсыбаева. Осы Атырау облысы Исатай ауданынан Новоград деген жерден шыққан қызбын. Өзім жалпы 2003 жылғы қазіргі уақытта 22-демін. Осы кәсіптің барлығын өзім 15 жасымда бастағам. Енді жалпы айта беретін нәрселер көп, өзіңіз бағана сұрап мен не істеп отпасаңыз. Хорошо. Қош келдіңіз тағы да. Ең алғашқы Айгерім осы жолды қай жерден бастады? Жалпы қай жердің тумасысыз? Толық айтып өтсеңіз. Мен осы Исатай ауданы Хамитерғали ауылынан шықтым. Ең алғашқы кәсібімді осы 15 жасымда қатты суши жегім келгеннен, қатты суши таппағаннан, үйден ютубтан қарап, өзім үй жағдайында сушидан бастаған болатынмын. Содан баста уже суши жасадым, барлық қызыға бастады, айналадағылар қызыға бастады, достарым сұрай бастады, сөйтіп уже неге сатпасқа деген ой болды. Бірақ ол кезде бизнес деген не екенін білмеймін, шыны керек. Просто жасап сатып көрейінші деген ой болды да. Кәдімгі баракат күріштен, үйдегі үй жағдайдағы заттардан өзімше сатамын, сауда келіп жатыр, телефон соғып жатыр. Сөйтіп алғашқы кәсібімді солай сушидан бастап кеткен болатынмын. Енді айта берсем, қызық жағдайлар өте көп. Үйдегілер қарсы болды, папам вообще қарсы болды. Коммерсант болып кетесің, таста китайский нәрсені деп. Оқуыңыз не болды? Ол кезде мен колледж оқып педколледжде, осы Атырау Ғатира Дүтбаева атындағы педколледжде ағылшын тілі пәні мұғалімінің мамандығын оқып. Сол үшін де екеуін бірге алып жүру кішкене бір қиындық тудырды. Сіз мамандық бойынша жасамадыңыз ба? Мен жасадым, оны да жасап үлгердім, суши жасап жүрді, садиктерді жасадым, балаларға тәрбиеші болып та жасап көрдім. Жалпы жан жақты болдым өзім негізі. Бірақ более ана затты сатып атқанда маған постоянно уже қалтамда ақша болғанға үйрене бастадым. Бір түрлі соған тартып тұратын болды да мені. Бірақ енді бала кезден жалпы мұғалімдікке, ортада жүруге сондайға кішкене жақын болдым. Өте керемет. Одан кейінгі рестораныңызды сіз қалай аштыңыз? Ең алғаш енді жаңағыдай уже суши сатып жатырсың, ақша қалтада жетеді, уже не істеріңді білмейсің. Жұрттар ұқсап бір өзің кәсіпкер болғың келеді, бір будка ашқым келді да өзіме бір андай. Үйден жасап отқан өзімді кәсіпкер ретінде сезінбейтін болдым. Үйден суши жасап отыр, ой деп қарайтын сияқты болды да. Сосын уже на колесах фудтрак деп айтады ғой. Сондай бір не алып алдым өзіме. Будка алып алдым, содан кейін жинаған ақшама Шымкентке барып дұрыстап тұрып суши үйрендім. Өйткені мен осыған дейін ютубтан қарап жасаған болатынмын. Кәдімгі кәсіби балық ашып, неше түрлі сушилардың барлығын үйреніп, донер қостым, қасына бургер қостым. Енді как обычно ауылда жаңадан бастап жатқан ең алғашқы менің фастфудым болды.
айо деп өзім атадым, айо фудс деп. Сол сәтте жаңағыдай ютубтан қарап өзім вырезкасын жасадым. Енді ол туралы да қазір қызықты нәрселер айтатын боламын. Сөйтіп уже енді будка ашылды, жаңағыдай мен андай да бір нәрсеге жетем ба, уже қызығым басылып қалады да, кофе ашып көрейінші деген ой болды уже. Иә, бірақ оның алдында будкадан бұрын негізі кофе ашқым келген, үйдегілер қарсы болғасын мен өзімді дәлелдегім келді де, жасай алатынмын, ақша келетінін көрсеткім келді. Сөйтіп жайлап үйдегілерге айтпай, ауылдан жолдың бойынан, бағанағыдай бір жағынан жолдың бойынан кішкене Астраханский трасса ғой, енді кішкене 2x клиенттер болады деп жайлап үйдегілерге айтпай ремонтын бастап кетем. Өзім бастап кетем, үйдегілерге айтпаймын. Вообще будкада жүрмін деймін, бірақ ол жаққа бір адамды қойып қоямын да, өзім бүткіл ішінің бәрін дизайнын өзім жасаймын. Бір 2 сағатқа барамын да жасап кетем, кері айналып келіп тағы жасап кетем. Сөйтіп 4 ай бойы жасаппын сол жерде. Сөйтіп ең алғашқы ауылдан, тіпті ауданда жоқ кафе аштым. Өйткені менде караоке болды. Ауылдың ішінде үлкен караоке. Иә, ауылдың ішінде, тем более ауданда болған жоқ. Сөйтіп аштым, бәрі улады, шулады, клиент айта алмадым, прям миллиондарды көре бастадым да, соның арқасында. Новый годта прям нормально күштетіп, табыс көздерін көре бастадық. Аққыстау, Чапай, енді бізден кейінгі ауылдар ғой, олар бізге келетін болды. Сонда мен айтам, осы неге Аққыстаудан ашпадым екен деп ойлап қоямын да, ал жақсы деп не істеп кетемін да. Сосын сестренкам болды, сестренкам бар, қасымда бірге көмектесіп жүреді. Жаңағыдай тағы да қаттандай бір энергиямның тасып тұрғандағысыма атыраудан ашам деймін ғой. Сразу уже бір жарты жылға жетер-жетпес уақыттың ішінде қатты энергиямен мына сотканы алып жіберемін де, помещение Сәтпаева деймін ғой. Анау емес, помещение Сәтпаева деп қарап, Сәтпаевта помещение іздеймін. Ең бірінші шыққан нені қараймын, кірем. Білмеймін, неме сендім, қайда сендім, бірақ өзімнің энергиям тасып батыр. Ананы барамды, тупы келесі күні барамды, келсем де алып тастаймын ғой. Арендаға ма? Арендаға. Айына ол кезде 500 мың болды. Макдональдс бет, қазіргі сол Макдональдстың қасынан алдым. Сол кезде аштым, жасадым. Көп нәрсені білмейді екем, оқымаған. Короче, ауылдың айналдырып тұрып, мен қалаға барып тұрмын, орталығына кеттім. Иә, резко барып қалдым да, маған неше түрлі нәрселер келді да былай. Мұнда қалада конкурент көп екен, уақытта білгенбіз. Енді көп нәрсені түсіндім. Атырауға келіп, мен негізі өзім курс оқымаған адаммын вообще. Мен опытпен жаңағыдай өзім соған басымды тығам, содан бүйтіп үйренем де өзім үйреніп алатын болдым. Сөйтіп еш өкінбеймін, займ алдым, кредит алдым, үйдегілерге айтпаймын оны. Сестренкам айтам, ауылдан ақша түсіп жатыр ма, маған жіберші деймін. Короче, ауылдағы ақшаны мен қалаға салдым, бірақ бәрін, короче, не істедім ғой, қадалдым да. Сөйтіп жүріп бір жылдай шыдадым, андай өз-өзін жауып, не істеп, бірақ өзім соңында түсіндім, айко сен қоя ғой, уже қарарға кетіп батсың деп. Сөйтіп барлығын жабам, ауылда да жауып тастайтын болып атам, уже менде минусқа кіріп кеттім да, болдым, тастаймын, мен жасамаймын, мұғалім боламын, оқимын деп ойладым негізі. Содан не керек, заттарын тасып, бәрін ауылға кетіп батырам, Аққыстауға жібереді үйдегілер, бір газ апарттыш деп. Соны барам, машинамен тәртіпті сол кезде қалтамда ақша жоқ, қарным ашып батыр, жолдың бойында бір магазинге тоқтаймын. Сол кезде қарным ашып батыр, пирожки алайын деп тоқтаймын ғой. Апа, пирожки алайыншы, анау деп атсам, андай қайта кісілер тоқтай берді. Аққыстау енді біз үлкен ғой, аудан ғой. Соны бір екі өзбек кіріп келеді. Бағанағыдай, осы жерде кафе бар еді, қайда деп. Күшті кафе болған болып тұр ғой, айналған ана жерде. Ол бір ай бұрын жабылып қалған. Мен бүйтіп қараймын да, қой сен болды, енді айналыспаймын деп айттың деп өзім ойыма келеді, сөйтем. Содан кейін тағы бір украинецтер, орыстар кіріп сұрай береді. Мен пирожкиді алып, төлеп бүйтіп барамын, 40 адам келеді ғой. Бұл белгі болған. Белгі болды. Сөйткенде мен кеше жауып біттім, бәрін қоям деп келе жатқан адам ана жерден қандай кафе, мен алам деймін ғой. Ішіне барып кіріп қарамаймын. Мен просто ана клиенттердің келіп тұрғандар, болды, мен алам деймін. Сізде ол уақытта ақша да жоқ. Ақша жоқ, дым жоқ. Ішіне барсам аз батыр, іші бар ғой, шыны керек. Сөйтіп не керек? Жоғарға көтерілем, бір аптада келіп ашып тастаймын деймін ғой. Бірақ ақша жоқ. Бұрынғы ең бірінші кафемнен қалған мынандай краскілер бар.
Екінші кафемнен қалған андай короче ішінен зат жасай ремонтты өзім жасадым ғой енді бәрін соның бәрін қырып алып келіп ана кафемнен қырып алып келдім анадан шештім жапқышты шешіп алдым короче бәрін жинап алдым да анаға салдым ғой ана жерге не деген еңбек. ана мына жер розовый ана жер сары короче бірдеңе етіп үйлестірдім ана шөптердің бәрін жұлып алып бір шөптен бірдеңе жасадым короче айнаны да өз қолымнан жасадым қазір тоже айнамен айналысамын мен қазіргі уақытта сол кафеге өзімнің жасағанымның арқасында қазір мен айна жасаймын көптеген салондар уже қалада біршама жерлерге айналарым тұр менің подсветкамен Тәжірибенің арқасында сіз ананы барлығын өзім жасағанның арқасында мен қазір сол маған плюстемін да соның барлығын жасап. Ал ата анаңыз қалай болды? Ой, ата-анам жасай бер дейді. Мен өтірік айтпай ақ қой, тек қана үйдегілер менің алғашқы кафеме келді тек открытиесіне. Содан кейін, кафе ашып жатсың ба? Иә деп қарайтын болды. Басында қарсы болғандарын қойды, иә? Потому что мен дәлелдедім үйдегілерге. Өзім үй салып бастадым, уже кішкене мамаларға көмектесе бастадым. Сізде басында мақсат болған жоқ, яғни дәлелдеу мақсатында. Дәлелдеу мақсатында. Мен тек қана папама шыны керек, мен осы нәрсенен көп ақша таба алатынымды, және көп бағанағыдай биіктікке жететінімді соны дәлелдегім келді. Папам үшін менің тек қана диплом алып, бағанағыдай қалай университет бітіргенімді қалады. Бірақ мен сол колледжді бітіріп, сол папам үшін қазір Агуде оқып жатырмын. Қазір кәдімгідей айына ақшамды төлеп, 580 оқуымды төлеп, қазіргі уақытта сол чисто папам үшін, папама дәлелдейінші деген басты дипломды бүйтіп қойып беру үшін, сол үшін тек қана солғандай мақсатта жалғастырып жатырмын оқуымды. Өте керемет. Қай жерге келген? Сол жаңағы айтып жатқаным, кафемді аштым, өйтіп-бүйтіп, енді сауданы айта алмаймын. Вообще анандай сауда менде ауылда да қалада да болған жоқ. Жалғыз өзім 3 ай бойы менің мына зайымға кіріп кеткенім кезде мен ауылда самый үлгілі қыз болдым. Вот осы Айгерім, Айо, қайырымдылықта жасаймын. Неше түрлі шараларда жасадым, ауылда андай болады. Кішкентай кезімде гештальт деп айтады ғой. Біз ана ойынға апармайды да. Соны мен ауылға келдім ойындарда. Тегін жүз мороженое, короче, неше түрлі жасай беретін болдым бар ғой. Қалтамда ақша тұра ма, болды, жасай беретін болдым. Айтады ғой, алушылардың қатарынан емес, берушілердің қатарынан болды дейді ғой. Білмеймін, қандай болатын нем бар екен, әйтеуір ауылға 400-500 балаға неше түрлі шаралар жасайтын болдым. Соң бағанағыдай 3 ай бойы қатты зайынға кіріп кеткен кезде ауылға менің андай нелер келді, барлығын телефондарына айтады ғой, жақсы Айгерім ақша төлемей жатыр, короче. Сондай нәрсе ауылға тарап кетті. Мен уже қатты стресске түсіп кеттім, үйдегілер білді, папама барды, уже біттім мен андай. Болдым деген сияқты болады ғой, айта алмаймын. 20 кило салмақ қосып алдым. Стресс өте прям біреуге айтсаң күлкілі, но менде кәдімгідей сол тығырықтан қалай шығам деген ой болды. Бірақ ол внезапты жаңағыдай бір пирожкидің арқасында келіп қалды. Өзім 3 ай бойы сол кафеде повар болдым, сестренкам официант болды. Чисто 3 ай бойы айта алмаймын, күніне 500 мың 600 мың сауда жасап отырдым. Тауарды қалай алдыңыз соның ішінен мысалы? Қарызға бағанағыдай басына бәрі амалын табайын десең табасын. Біреуден 200 мың теңге сұрасын, ертең қойып беремін дейсің. Мен білмеймін, мен лешпі бір нәрсе тығырықтан шығып кету үшін әйтеуір адамның көңілін самый главный қалдырмау, бірақ мен өзімнің ертең соны жасайтынымды білдім да. Жоқтан бар жасау ғой, бір сөзбен айтқанда. Чисткам шын айтайын, жоқ нәрседен 0,5 мың теңге болды, тек қана бар ғой сізге айтайын. Онда да біреуден сұрап алған шығарым. Сөйтіп әйтеуір ананы бүйтіп жіберіп, мынаны бір тығып жіберіп, ананы үйлестіріп жіберіп, сөйтіп сондай нәрсені аштым. Сауда өте көп болды. Аққыстау дейтін айналмақ керек па, тұсаукесері керек па, білмеймін, Аққыстаудың халқы қандай екен, ондай деп ойлаған жоқпын. Оказывается, ақшасы болып тұр ғой енді адамдардың. Қылт еткен нәрсені жасай береді ғой, келіп. Айо, бізге атырық 10 адам, айо, бізге атырық, мен еще анан бәрін. Менің жасаған тамақтарыма 3 ай бойы ешқандай не болған жоқ да, бағанағыдай болады бір минус болған жоқ. И всегда, қалайсыздар, қош келдіңіздер, анаяқта тамақ пісіріп жүгіріп келесің деп, кері келесің, ана клиенттермен сөйлесесің, давайте бере жіберіңіздер деп, күштетіп айналдырдым, прям потолығын қойдым, полностью кредиттермен құтылдым. Каспи, тем более ол кезде маған кредит бермейді. Сол ресторанның арқасында? Иә, сол ресторанның арқасында қарыздан бәрінен құтылдым. Маған кредит бермейді, мен обналичка жасайтын болдым да, рассрочкалерді бірден етіп, айфонға бересің де обналичка жасап аласың ғой. Мен айттым, бір не бар андай, зайым алды, сиыр ал, оның сүтін сат деген сияқты ғой. Типа сондай бар еді. Енді көбіне рисковать етсін деп бұны ұсынбаймын, бірақ если сен өзіңнің мақсатыңды біліп тұрсаң, соны ары қарай жасайтынды
действительно өзің кәдімгі қолынан келіп тұратын нәрсе болса неге жасамасқа, неге рисковать етпеске деген ал сіз сауда жағын мысалы білім болған жоқ, қалай үйрендіңіз? жоқ, вообще білім болған база болмай сіз қалай алып кеттіңіз? Білмеймін, мен оны сіздерге бірдеңе оқыдым деп те айта алмаймын. Мен қазір сол нәрсені сұрағанда дұрыс жауап бере алмаймын. Ол маған сол жаңағыдай неден келді ғой, бағанағы қателіктерден келді. Иә, қателік жасаймын, мынау дұрыс емес, түзеп жіберу керек деймін де, кейін жасап жіберемін. Уже сөйтіп менде қазір уже андай бірдеңе бастап айтқан. Құтайта тұр, анализ жасап ал. Шаппа. Иә, зерттеп аламын қазіргі уақытта. Бірақ мен өкінбеймін. Сондай құтай қандай кезімде сөйтіп басқаныма тек. Қазір жемісін көріп отырсыз. Иә, қазіргі уақытта зато әйтеуір қорқыныш жоқ. Әйтеуір бір ол кезде балалықпен жасаған нәрселеріме қатты қуанамын. Өйткені осы жаста мен қазір уже ойланып жасаймын да, қай нәрсені. Шешімді ойланып қабылдаймын. Әр қадамды ойланып қабылдайсыз. Иә, әр қадамды ойланып қабылдаймын уже. Бірақ та енді қазіргі уақытта уже білімді басқа жағынан оқығым келеді. Уже ақшаны жинау деген сияқты неше түрлі курстар бар ғой қазір. Сол бірақ енді таза еңбек, таза нағай деп пахарығыз деп айтады, сондай болдым мен действительно. Сол кафенің арқасында, бірақ енді көріп тұрғандай маған мен бір нәрсеге жетем ғой, жоғарға жетем, барлығын орындап боламын, қарыздан құтылып болдым, бүткіл кредитінен құтылып болғаннан кейін тарс жауып тастаймын ғой кафемді, үйге барып бір ай жатамын ғой бүйтіп, бір ай демаламын. Ол жаңа қатты шаршап кеткенмін да, мен 3 ай бойы кафеде қонып ұйықтап аламын, құттай лишь бы қарыздан құтылайын деген мақсатта істедім. Болдым, есін кілтеп кетемін. Сосын барып уже үйге жатамын, телефонда тыным жоқ. Вообще тыным жоқ, андай қайда кетіп қалдыңыз? Сушиларың уже бір айдан кейін. Тұрақты клиенттеріңіз бар. Иә, уже өзбектер шақырып, қалпақтарды шақырып уже поварлар бар, күніне 20 мың беремін. Әңгіме өзгерген. Уже андай үйреніп аласың. Қаладан уже мен біршама уақытта үйрендім. Неше түрлі кәсіпкерлермен сөйлесесің. Уже официально жасадым ары қарай. Кафем ешқандай рекламасыз, ештеңесіз, просто так өздігінен. Мен қалада жүретін болдым, осы жаңағыдай айтып жатырмын ғой, вывеска деп. 4 мыңға тапсырып кеттім, давай айналдыра бер. Клиенттер өздігінен келіп, кетіп, өздігінен айналып отырды. Сол енді осы кафені осылай бастадым, осылай жасадым. Ал вывескаға қалай келдіңіз сіз? Жаңа ең басында айттым ғой, ең алғашқы будкіме вывеска қойдым деп. Ол кезде менде үлкен қаражат жоқ. Қазір бір вывесканың өзі 300 мыңнан басталады. Менде ондай ақша болған жоқ, бірақ ауылда ешкімде вывеска болған жоқ. Бірақ менің айофудс деген сөзім жанып тұрған қаладым да. Ондай қалай білмеймін, сол нәрсені қатты қаладым. Атырауға барамын да жайлап реклама агенттіктарға бүйтіп қарап тұрамын, қалай жасап жатыр екен деп, интерес қудыңыз. Иә, интерес қудым. Адамдар жасап жатыр ғой, мен де жасап беретін шығармын деп. Біреудің жасаған негізі біреу жасай алады. Иә, адамның жасаған нәрсесін кез келген адам жасай алады, оны тек ізденіп, мына жерде өзіңіздің қалай ерінбей соны зерттесеңіз, соны жасап көрсеңіз. Иә, ол қисық болды, ол тесік болды. Оны мен айта алмаймын, идеально жасадым деп, бірақ 5 жыл бойы өшкен жоқ. Әлі Ақсауда тұр, именно сол вывескам әлі өшкен жоқ та, мысалы, сол кезде. Бірақ тесік жаңбырда кіреді, ішіне бәрі кіреді, бірақ ешқандай өшкен жоқ та ол. Сол мысалы мен қазір клиенттеріме айтамын ғой, сіз маған не үшін сенуіңіз керек деймін ғой, менің вывескам Ақсауда тұр, мынау кезіндегісі арасы 5 жыл. Сіздер смело маған сене беріңіздер деп бар ғой. Енді уже қазір енді оқисың, үйренесің. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі кете береді. Таныстарыма жасадым, достарыма жасадым уже. Сіз вывесканы оқып алдыңыз ба әлде қалай? Жоқ, ютубтан. Тоже ютубтан қарап үйрендім. Сосын Атыраудан неше түрлі рекламный агентстволар бар, өздері заказ берген адам құсап болып барып бүйтіп қарап алдым. Айтқанда көзіме жайлап жүріп, бүйтіп іздеп, сосын барып. Енді сұрайсың ғой, мен ойламайды бір вывеска жасап алады деп, құтақандай қызбын. Ағанан не істеп жатсыз? Ағанан қалай жасап жатсыз деп сұрап аламын. Енді сөйтіп кәдімгідей бір вывеска шығардым. Уже қазіргі уақытта қаншама білмеймін, уже санын білмеймін қаншалықты жасағанымды, өзі идеямның арқасында, осының арқасында мен түрлі нәрселер жасадым да. Декорация. Зато мен әр заказды күштеп шабыттанып жасаймын. Қызығым басылмайды. Сіз бересіз заказ, сіздікі басқаша. Сізбен отырып сөйлесіп, мен
сіздің выпускаңызға кіріп кетемін да. Идеялар Иә, мен ана кісіге айтамын, ол кісі вау дейді да, мысалы әр адамдікін әртүрлі қылып жасаған адам. Қазір тем более креатив керек та Иә, адамдарға. креатив. Мен уже білмеймін, менің алдыма келген клиент ешқашан заказ бермей кетіп қалған жоқ, мысалы бар ғой. Көбінесе әйел адамдармен жасаймын. Стоп қала аласыз. Иә, стоп қала аламын. Тәжімна реклама жұмыс жалпы негізі ер адамның жұмысы, атырауда клиент ер адамдар жасайды. Может, содан шығар әйел адамдармен бағанағыдай жақын сөйлесіп, бойдарын тауып, күшті идеямның арқасында осылай. Енді көпшіліктеріңіз білетін шығарсыз, насиханың алдында ғана 100 метрлік декорация. Ол да тоже маған айтады да, қандай танысымен шықтың сен оларға деп маған сөйтіп айтады да, мысалы, кім арқылы шықтың деп. Қой, жоқ құрсын, бір бутик жасап жатыр едім, бағанағыдай идея айта қойып едім бана бастығына, сіздер неге өйстіп істемейсіздер деп. Давай деп олар келісті да, мысалы. Барлығы солай жасаған нәрсе. Яғни сіз жүрген жеріңізде өзіңізге реклама жасайсыз. Иә, мен всегда айтып жүремін. Сіз отырсам, неге ананы бүйтіп қоймайсың? Неге ананы бүйтіп қоймайсың деп сөйтіп айтып жүремін да. Сол уже маған кері қайтып келеді. Ол кісілердің мына жерлерінде қалады да, айтып еді ғой деген сияқты. 1 ай болмасын, 2 ай болмасын маған қайтып келіп жатыр. Сол жаңағыдай кафенің арқасында вывеска жасадым. Сол кафенің арқасында қазір айнамен де айналысып жатырмын. Қазіргі уақытта жаңа бір күшті бір проект бастайын деп жатырмын. Ол да берсе енді жалпы айта берсем болатын шығар, уже неден индустардан онлайн оқып жатырмын. Жалпы өзім білем негізі, былай білем, бірақ та маған 3D эффекттерді қалай істеу керек екен бізде таба алмайтын болдым. Мына байзарлардың сырттарын білесіздер ғой, байзардың тағы қандай бар атырауда. Аликоонт деп аталады, фасад, үйдің сыртын қаптайтын. Мынаны жалпы менің рекламама сол материалды пайдаланамын. Соны көріп жүру арқылы ертең атыраудың бәрі осындай істейтін сияқты деген оймен жайлап сол уже 2 объем алдым. Тастор қаласынан, біреуі Эсто, біреуі гостиницаның сырты. Бірақ әлі жасаған жоқ, но мен жасаймын деп айттым. Сол берсе соның барлығын жасап болғаннан реклама түсіреміз, видео түсіреміз, сосын барып күштетіп, алдарыңызға бүйтіп әкеліп реклама жасаймыз. Осындай қызықты жұмыстарыңызды таныстыру өтсеңіз жалпы. Мен как раз осы жерге келгеннің алдында фотосессиядан күшті болып кетті негізі. Міне көрсетейін. Жалпы мынау өзімнің Айо дегенім. Ең алғаш Айо Foods. Өзімнің сол кафемнен басталған атау. Басқа атпен мен шабыттана алмаймын, өзімнің атыммен кете берсінші деп естіп бастадым. Өте керемет. Так, мынау уже менің насихаға дайындаған, осылай жасайықшы сіздерге, атырауда жоқ. Сосын ненің неде бар? Неге де жасадық? Нанға да жасадық. Сарқытпен нанның сыртынан көрген шығарсыздар. Көпшіліктеріңіз әлі тұр негізі, алып тастамаса. Мына уже мынандай вывескалар, Құлсары қаласына жасаған вывескаларымыз, мына жұпар, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, кофейня. Соның үшін Ден Валентинге мен жасадым, күштетіп, жүректермен, барлықтарыңыз ғашықтарыңызбен барған шығарсыздар. Мына уже бутиктердің іштері, бұндай енді вывескалармен отырамын да тек бір шықып жасап тастаймын. Йо-йо парк. Уже тәжірибеңіз бар. Иә, уже көп не істемеймін. Мына үлкен 4 метрлік, 5 метрлік вывескалар, манипулятор, АГП-мен жасаймыз. Сіз идеяны қайдан аласыз жалпы? Идея маған тупо өзі ойыма просто так келеді. Ештеңеге қарамайсыз. Ештеңеге қарағанда бәрібір Pinterest нелерді қараймыз ғой. Бірақ клиенттің қасына сөйлесіп отырып, клиенттің айтуымен мен өзімді қосам да жаңағыдай. Сол арқылы күшті идеялар келеді. Мен мысалы телефон соғады, маған осындай бір мен ол кісімен сөйлесе алмаймын да, қасына барамын мен ерінбей. Шәй ішемін, отырып алып ол кісімен. Мінекей, иә, сыйлықтың ішін алдым, маған тоже бір үлкен объемдардың бірі болды. Сыйлықтың ішіне көптеген вывескалар, көптеген бағанағыдай табличкалар, бәрін жасадым. Ол да маған кәдімгідей үлкен опыт болды. Мына жерде уже спонсор болып бастап кеткен. Мына жерде уже Атырау фэшн шоуға спонсор болдым. Қай жылғы бұл? Осы жылы болды. Так, Триумф холлда үлкен показ болды. Ақтаудан келді. Көптеген үлкен шаралар болды сол жерге. Мен де тоже өзім спонсор болдым. Біздің бағанағыдай рекламамызды көрсетті, таныстырды. Мына уже менің өзім жасап отқан кездерім. Отырып алып жасай беремін. Мына уже айналарым. Бұл уже Бану Гайдар салон ашып жатыр. Соның ішіне осындай ұзыннан айналар, тағы да нелер бар, көптеген нәрсе. Ол өзі таңдайды ма әлде сіз? Мен айтам, осылай давай осылай жасайық деймін. Идея тастайсыз. Иә, мен идея тастаймын. Соң ол өзі қолдап кетеді. Қай клиенттерімде. Так,
осындай мынаны да өзім жасадым. Инстаграмнан қарасаңыздар болады, айо реклама деп тұрады. Сонда уже бүткіл қалай жасалып жатқаным, қалай іліп жатқаным, кейде монтажбен АГП-мен өзім де шығып кетіп жатырмын. Сонда қазір тек қана вывескадан сізге полный табыс келіп отыр. Иә, мен кафемнің барлығын жаптым, жібердім деймін ба, қимай өзі қазіргі уақытта чисто осындай нәрсемен айналысып. Міне сарқыт. Мына сіздерге көрсеттім ғой. Мына жерде осындай бар. Мынау өзім тоже мынау вывескалар уже кафенің ішінде отырып жасап жатқан кездерім. Ана клиенттер жүреді, аяқтарын желеп тығылып жасап отырамын. Үлкен тіпті больницаларға да жасадым, неврология дейді. Ақтөбеден де заказдар келетін болды, көп биіктіктерге жасаймыз осындай. Барлығы осындай, әрқайсысы әртүрлі осындай буквалар, әркімнің өзінің идеясына қарай, айтуына қарай өзім үйлестіріп беремін. Қазір оқып жатырмын дедіңіз, қандай мамандық оқып жатырсыз? Қазір мен мұғалім оқып жатырмын. Ағылшын тілін пәнінің мұғалімі. Онымен дальше жасайсыз ба әлде? Жалпы негізі маған балалармен жұмыс жасау ұнайды. Мен ойлаймын, может мектепке кірмесем де, может сондай бірдеңе ашатын шығармын деп. Балалармен жұмыс жасайтын, соған ұқсас. Иә, орталық сияқты, может, білмеймін, кім біледі, бәрі мүмкін. Тіпті мен андай ғой, карантин болып қалған жағдайда мысалы жұмыстың бәрі тоқтап қалды да, мысалы соның барлығын ойлайсың ғой, мүмкін мұғалім болып отырармыз. Ештеңеге мен андай бір план ондай алдын ала қоямын деп айта алмаймын. Жан-жақты жүре бересіз. Иә, жан-жақты бәрін білу керек қой негізі адам. Ештеңе артық етпейді. Мысалы түрін жасап, біреулер айтады ғой, үлгермейсің деп. Барлығына үлгеруге болады негізі. Ол өтірік әңгіме сияқты, үлгермейді. Ең бастысы, бірақ мақсатыңыз осы вывеска. Иә, қазіргі уақытта вывеска, бірақ более объемға шыққым келіп жүр. Строительство. Мен жақсы көретін нәрсем строительство. Уже кішкентай кезімде. Қазір мини компания да? Иә, қазір мини компания уже Атыраудың уже көпшілігі біледі, насихан қалды. Көпшіліктеріңіз көрген шығарсыздар. Мысалы, сіз бір айда қанша заказ аласыз? Мен жалпы өзімнің қалай айтайын, ұстанымым көп заказды алған жақсы көрмеймін. Болады бір үстінен бытыстырып, клиентке мысалы 10 күн деп айттым ба, 10 күнде жеткізген жақсы көремін. Оны үстінен заказ алмайсыз? Иә, менде андай бір нақты заказ жоқ, бір үлкен болуы мүмкін. Мысалы бір айда үлкен заказдан тек қана 10 заказ жасауы мүмкін. Ол айға созылуы мүмкін, иә? Иә. Ал мысалы мынандай құттай заказдар, бір күнде бітетін заказдар. Мысалы мен осындай мысалы үшеу келсе, бір күнде отырып жасап тастай қоямын деген сияқты. Балдармен қосылып жасай қоямын. Мен де сосын оны балдарға жаса деп айтамын. Өзім ұнайтын болсын, өзімде бірге жасап кетемін деген сияқты. Қызықты жұмыс қой, өзіме ұнайды. Творчество деп айтады ғой. Жасайтын жұмысыңыз. Самое главное сол ғой, бағанағыдай өзің күштетіп сүйіп жасасаң, ол ақша келе береді деп айтады. Сіз ойлайсыз ба, мен осы мамандықпен до конца кетемін, или там менің мақсатым осы деген сияқты? Жалпы мен болашақта үлкен строительный компанияны ашқым келеді. Негізі мақсатым сол. Соған жайлап келе жатырмын. Енді мысалы кафенің ішін ремонттаудан бастап осы нелерге, бірақ мықты бір үлкен бір компания ашқым келеді. Жалпы соны ашатыныма да сенімдімін да. Өмірдегі ұстанатын принцип қандай сізде? Принцип қарапайым болу. Ең алғашқысын адамдарға көмектесу, бар білетініңді айтады ғой негізі. Қанша жақсы болсаң да кейбір адамдар сені сатып кетіп жатырады, ой таста, ондай болма дейді. Бірақ мен всегда жақсы адам болып қалуды, всегда көмектесуді қалаймын да. Ол адамнан келмесе де маған жақсылық басқа адамнан келіп жатыр, шүкір. Иә, ортамның көп болғанын қалаймын. Барлығымен араласып, барлығымен күшті болған қалаймын да, айтады ғой. Таңертең ерте тұрған адам емес, таңертең күшті настроениемен тұрған адам самый бір күні күшті өтеді. Иә, барлығына қалай күшті болып жүру керек болды. Настроениеде бағанағыдай күн сәулесін шашып жүру керек деп ойлаймын, басқа адам емес. Проблемалар шешіледі, ол шешілмейтін проблема жоқ, уже маған уже сондай да бүйтіп отырамын да, так бүйтемін де, шешілемін де, бірдеңе шешіп по-любому бар ғой. Сондай сияқты қабылдау, жеңілді қабылдасам, бүгін негізі мысалы осы жерге келіп отырғанда қандай күшті да. Мен фотосессияға дайындалып жатырмын, кеше бір подругама бүйтіп қойып айтамын, мен бір интервью беріп тастайтын осы деп. Негізі сөйтіп айтып қойдым. Маған айтады, ема сен айтып отыр едің ғой кеше. Біз сезіп қойдық, иә? Қара подкаст. Соны айтып отырмын да, жаңағыдай айтамын, подкастқа шақырып отыр мені деп айтып отырмын ғой. Бұрын енді мен жалпы андай телеарналарға нелер беретін болдым, бірақ
осындай бір күшті андай бір жеңіл вариантта сөйлескім келді да. Бізде еркін формат. Иә, еркін формат. Уже маған рахмет көп. Мен күшті андай барлығын айтқым келіп жүреді осының бәрін. Жиналып қалған екен. Иә. Өте керемет. Негізі жас қыздар, жас балдар болсын, бұндай істі жасау қолынан келмейді көбіне. Орта жолдан кесіп тастайды, мен жете алмаймын деген сияқты. Ол айналадағы адамдар. Қандай бір не болды, өмірде бір түрткі болды, например, осы саламен до конца барам, бір интроверт болмаймын деген сияқты. Негізі маған қарсы келген адамдар өте көп болды. Даже мен айтып тұрмын ғой, ауылға менің атым жаман болып естіліп жатқан кезде де мен жалпы енді сындым, өтірік айтпай ақ қояйын, бірақ маған белгілер келе берді да, жасау керексің деген. Мен әр нәрсенің белгіні көремін. Мысалы, сізге қазір келіп отқаннан мен ертең мен так басқа бір телеарналарға шығайыншы деп бар ғой, сөйтуім мүмкін да, бір менің қолымнан келеді екен деген сияқты. Сол нәрсе сияқты кішкентай нәрсені мен іліп аламын. Жалпы жастарға айтатыным, любой нәрседен ақша шығаруға болады. Кез келген нәрседен. Тіпті бар ғой, мен кетіп жатамын да, мен надежный потолокпен айналысып кету керек деймін бар ғой. Сол сияқты кез келген нәрсемен айналысуға қорықпау керек. Сосын мен қазіргі неде анандайда бизнес кафеден кейін анандай ой болды. Мен көп ақша шығармайтын, бірақ көп ақша әкелетін бизнес жасағым келетін дейтін болдым өзіме. Потому что менде кафеде анандай болды да, сотрудниктерге ақша бересің, кондер бұзылып қалады, газ бұзылып қалады. Короче, расход көп болды менде. Тіпті мен бана неде сөздің арасында айтқан жоқ, мен алғашқы кафем өртеніп кеткен негізі. Мен өртеніп кеткеніне қарамастан да, ол кезде мен үкіметтен 1,2 миллион ақша алдым. Ол 1,2 миллионға алған заттарым да бірге өртеніп кетті мысалы. Бірақ мен оған барып, мен заттарым өртеніп кетті, мен кешіріңіздерші деп айтқан жоқпын. Дәл сол заттарды кредит алып кері алдым. Сөйтіп бастап кеттім. Зато мен ақша ұттым деген сияқты. Сол кезде бір сынып қалсаң, ауылдың бәрі өртеніп жатқанда, ойбай, Айко тастады да маған. Құрсын не істейсің? Керек емес, мынау саған белгі деп. Мен олай қалдан жоқпын. Наоборот, мен алға қарай басу керек екен сияқты белгі. Бұдан да жоғары көтеру керек. Иә, сондай белгілер. Бірақ маған енді біреу қолдады деп айта алмаймын. Всегда мен өзімнің шешіміммен жүрдім. Негізі бір жамандықтың артында екі жақсылық болады. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сол. Мен айтамын, маған Құдай бостан-босқа беріп тұрған жоқ. Иә. Ертең мен нормально ақша тауып кететін сияқтымын, что-то давай деп бар ғой. Сондай оймен всегда позитив, күшті нәрсемен қабылдасаң, ол солай болады. Мен сол нәрсені түсіндім. Ал сіз команда қалай жинадыңыз жалпы? Команданы мен жалпы жинау маған өте қиын болды именно на бизнесте, потому что үлкен ер кісілермен қандай қыз, как будто бетүсте десе, қой құрсын, олай емес, көп кісілерде сол проблема. Иә, сотрудник алу маған қиын болды, бірақ плюс мен өзім жасап білетін нәрсемен айналсам да, сол үшін де соның арқасы, мысалы тамақ болса, тамақты да өзім пісірдім кезінде. Бүткіл кухня, японский болсын, ташкентский болсын, өзбекский болсын, бәрін жасай бердім да, сөйтіп үйреттім адамдарды. Осы жолы мен өзінен кішілерді үйретіп жатырмын. Қазір мысалы мен 15 жасымда жұмыс жасап жүрдім, қазірде 2007, 2008, 2005-тер нормальный балдар ғой уже, жігіттер, ынтасы бар, балдар бар. Мен жасайыншы. Мысалы мен өзім қазір мобильный группалам, ең алғаш менде официант болған бала. Ең қандай кезінде келді. Иә, официант болды, одан кейін принтер алды өзі. Сіздерге қызық болсын, осы баланың өзі кәдімгідей сіздерге қалай бір мотивация болсын деп айтайын. Разноцветный манағыдай принтер алды, ауылды полностью цветной қағазбен қамтамасыз етті. Мектеп, андай бір нелер, тойбастардың бір нелерін жасады. Сөйтіп iPhone алды. Короче, қазір дейтін миллионға білмеймін дрон алып алған адам танымай кетіп жатыр. Иә, өте өзім қолдаймын, мысалы. Құтта қандай болсам да, сол кезіндегі КВНчик балдар, сағыздар да осы жыртылып ақша беріп жатады, спонсор болып, біз неге бермейміз ауылдан деп, мен өзім жыртылып, соңғы ақшам болса да 50 мың теңге мә деп беретін болдым да оларға. Ана күшті ғой, ана күшті көремін, ана мотивация бергенді, иә. Қазір бір мықты керім болып жүр өздері. Негізі солай, иә, төменнен көтерілген адамдар түсінеді еңбектің қадірін қалай. Иә. Маған өзіме жетпеген нәрсені бергім келді. А маған сол кезде сөйтіп айтса ғой, мысалы мен вообще вау дейтін едім деймін да. Негізі адамдар солай, иә, жетпеген нәрсені басқа адам көрсінші деп тұрады. Иә, басқа адамдарға бергісі келіп тұрады. Сол мен өз басым сол бағанағыдай айналамда уже менен өсіп келе жатқан балдарды көрсем, давай, кел.
істеп тастайық Мотивация істеп тастайық деп өзім күшті көремін өзім біреу мен жасап мен айтқаныммен бір күшті результатқа жетсе жаңағы мақтанып қоясың ғой айтып едім мына көрдің бе деген сияқты кезінде мен көмектесемін иә өзің күшті ғой енді бәрібір де айтасың ол орындаса тем более енді анау мынау адамға айта бермейсің ынтасын көріп тұрған балаға айтасың ғой көзі жанып тұрған иә бала көп қазір жанып тұрған балдар көп тек бүйтіп түртіп жіберсең болды ғой енді менің қатарласымдарда да мысалы енді кәсіп бастап жатқан тіпті 20-ға келу 30-ға келу енді бастап жатқан адамдар бар да енді өткізіп жатқан адамдар бар бастарынан барлығы да әйтеуір бизнес жасаса мен ойлаймын 5 жылдың көлемінде қалайса результатқа жетеді кімде қай жас болсын кішкентай болсын үлкен болсын тек сену керек ерінбеу керек самое главное ерінбеу керек сосын сену керек сосын всегда позитив күліп жүріп барлық нәрседен жақсы нәрсені көру керек қой. Сіз мысалы көңіл күйіңіз болмай бәрінен бас тартқыңыз келетін уақыттар болады. Бір көңіл күйіңіз вообще түсіп, адамдардың көңіліңіз қалып, ештеңе жасағыңыз келмейді. Сол уақытта сіз қалай жеңесіз? Қалай шығып кетесіз? Мен ешкімге айтпаймын. Менің бір минусым, мен адамнан көмек сұрап білмеймін негізі. Жалпы мен өзім соны жеңе алмай жүрмін негізі. Мысалы ер адамнан болсын, кімнен болса да көмек сұрап білмеймін. Мен тупо өзімен өзім кафеге барып, ресторанға барып тамақ ішемін, көшеде жүрем, жалғыз жүрем өзім. Манағыдай спортивка нелерімді киіп аламын да, бір қаланы аралап келем. Сөйтіп шешімдер, идеялар келеді. Сөйтіп шешімдер, идеялар келген арқасында сосын барып, ертесі күні соны жасап кетемін. Уже болды. Ал так басқалай мені біреу бірдеңеден шығарып алып кету, андай біреудің арқасында деп айта алмаймын енді. Сіз жалпы қиналған уақытта жалғыз жүресіз бе, әлде былайғы уақыттарда жүре бересіз бе? Жоқ, мен негізінде жалпы өзім бар тамақ ішу, кафеге барып киноға бара сал, олар енді проблема емес қой. Бара салам, бірақ в основном осындай үлкен шумный жерлер жақсы көремін мен негізі. Экстраверт. Иә, мысалы спорттық жарыстарға да қатыса берем. Бір не бар әйтеуір бәріне баруға тырысам, үлгеруге тырысам да, болады ғой. Бірақ қатты жұмысқа да кіріп кетуге болмайды маған. Ол жаңа бір жұмыстан батысып, үй үспей ататын кездер болады. Форс-мажорлар көп болады ғой біздің жұмыстарда. Қайылып қалады, сынып қалады деген сияқты ол кезде уже болды, менде басылып қалады да. Бірақ ананың бәрін бітіріп болды, мына ертең дұрыс от души жуамын деймін да, өз-өзіме подарка деп айтайыншы. Мысалы бүгінгі фотосессия өзіме подарка. Потому что осы күні кеше дастарға барып объем жасап келдім. Жаман шашадым, шашадым деп айтпай ақ қояйын енді. Бірақ анау да какой-то қытайқандай нелерді аппаратпен кескенде орталарынан андай қиқымдар қалып қояды ғой, каждый деталь. Ананың ортасын мен бүйтіп отырып наждақтап отырдым да мен. Ал андай нәрсе болады деп ойлаған жоқпын мен ояққа барғанда. Бір күнде бітеді деген нәрсе 3 күнде бітті. Соны таңертең кешкене наждақтап отырдым деген сияқты сондай бір қызық нәрселер болып қалады. Осыдан қалаға барайыншы тек салонға барамын деп сөйтем да өзіме. Мысалы, кейбір адамдарда бизнес бастаған кезде ортасының әсерінен бизнес бастап жатады. Сіз жалғыз жүріп бастадыңыз. Мен жалғыз жүріп бастадым, бірақ ортаның арқасында көп ақшаға деген желанием ашылды менің. Бастапқы ауылдан бастаған кезде жалғыз бастадыңыз, қалаға келген соң ортаға тап болдыңыз. 3 кафемде де мен жалғыз болдым, андай бір таныс болған жоқ. Потому что ауылды жерлерде ешкім қызықпайды. Кәсіпке де қызықса да андай болады, қызғаншақ кәсіпкерлер болмай ма типа. Көре алмаушылық. Мен ешкім көп қалмасын деп сөйтіп отырады да адамдар. Білмеймін, айтқысы келмейді білгенін, үйреткісі келмейді, ал мен ауырады. Сіз магазиніңізге бүйтіп қойыңызшы, сөйтіп қойыңызшы деп жүретін болдым. Иә, сөйтіп жүретін болдым. Ал қалаға келгеннен кейін, мына АДЖК-ға келгеннен кейін, мысалы түрлі кәсіпкерлерді көрдім, мысалы үлкен апалардың өздері бүйтіп сөйтіп деп өзіме бүйтетін болдым да, сен жүрсің шақшап андай негатив болып өзімен өзім бітіп қарашы, сенен үлкен апалар, кәдімгі әжелер қалай бизнес жасап жатыр деп мен сөйтіп өзімді жинадым. Болды, бір ортаға келесінде бір какой-то бір андай бизнес саптырық дегендер өтірік, андай ештеңе үйренбейді деп айтқанмен, сен ол жерде іліп алатын нәрсе болады да, ол энергияны ана кісінің жанып тұрған несі деп келеді да, саған бірдеңе қопартсаң келіп тұрады да, анадан шыққаннан кейін тупо сондай қазіргі ана форум дегендерді мысалы ештеңе үйренбесең де ол саған күшті энергиялар келеді. Мен мысалы сол үшін барам. Ештеңе үйренбесем де ана кісілер сияқты қалай біреулерде мен үйренген жоқпын, білетін нәрселерімді айтты емес, ол кісілердің каждый айтқан ситуациялары бәрі энергия ғой, құлағанда тұрғандары деген сияқты соның бәрі денеңе сіңеді. И сен ана жолы келесі күні қопартсайсың ғой. Мен де қопарамын деп. Қандай да бір рамка болды ма сізде? Мысалы қандай? Мысалы адамдарда бір шектеу болып қалатын миында, мен адамдардан қысыламын деген сияқты, бұл істі іске асыра алмайтын сияқтымын деген сияқты. Болды.
үкіметтің заказдары келгенде болды менде. Мен үкіметтің заказдарын әлі алып көрген жоқпын. Маған келді тендер дейтін нәрселер бар ғой, акимат. Түсінбейтін нәрсе. Түсінбегенде емес, мен уже анандай ғой, білмеймін, мен все-таки белгілі ғой ондай нәрселер, андай ар жағында сұраныстары көп, сұранымы көп нәрселер ғой, үлкен, сосын көп сумаға дайын болмадым мен. 90 миллион заказ дейді, 40 миллион, ана ақшасына қызығып мен алып қойған жоқпын да, мен лучше мен просто өзімнің немді білетін сияқтымын. Кейде болады ғой, негізі анау нәрсеге мен негізі бүйтіп қолымды сілтемейтін адам ғой, бірақ именно сол кездерде менде 2-3 заказ болды. Прям үлкен драма театрдың 90 миллион бар, бірақ бір жыл сен оларды жарнамамен қамтамасыз етіп отыруың керек деген сияқты. Мен просто менде анандайда бір затты ақшасына қызығып алу емес, оның ар жағында сөзім. Мен просто всегда өзімді көрсетіп жүремін. Көп компаниялар, мысалы BI Group-тың адамы кім екенін білмейсіз, мысалы да, любой бір компаниялар болады, бірақ лицосы кім екенін білмейсіз ғой. А мен всегда өзімді көрсетіп жүремін. Деп та, мысалы, мысалы мені қазір уже бәрі таниды, қажет ма? Компания болу керек. Айо жасап кетті деген сияқты. Сол үшін де мен өзім минустарымды ертең айо жасап кетіп еді деген сияқтыны қаламаймын да уже. Біз уже оған түскесін кішкене арзан материалдан жасау керек болады, құттай пайда көру үшін деген сияқты нәрселерді. Лучше мен кәдімгі жеке кәсіпкермен, кәдімгі өзі бизнес ашып отқан кәсіпкерлермен жұмыс жасаған күштірек. Мысалы, насиханымда мысалы жеке нәрселерден бас тартып отырдыңыз да? Иә, көбінесе мен көп анағыдай ақшалардан бас тартып отырдым, себебі мен ар жағында білмеймін, интуиция дейді ғой негізі. Бір бүйтіп қойшы деп отырды мені, бір лучше жасамай-ақ қойшы дейді. Анан ақшасына қызығып маған бастап кетуге болады сол жерде жалпы. Или мен алып біреуге бере салмау болады да, но мен біреуге бергенде ол мен сияқты жасамайды ғой бәрібір, пайдасын көргенмен. Сондай нәрселер көп қой қазір. Вот соларға менде шектеу болды, атақ былай келген заказдарды жалпы ұнатып жасап ала беремін. Ал жалпы ол шектеуден қалай шығуға болады? Жалпы өзіңіз алдағы уақытта елестетесіз бе, жалпы үлкен ірі бір үкіметтің шаруаларымен айналысуға? Мен оны әлі білмеймін, үкіметтің шаруасымен айналысам деп, бірақ айналысқым келеді ЖК-лармен, ЖК-лар сырттан анам бәрін мен жасап жатсам ғой деп кетіп жатам бар ғой. Шынымен енді күшті ғой, чем андай бір акиматтың бір нелерін сыртын жасағаннан, андай бір садик, мына күшті мектеп бірдеңе сырттарын мен өзім армандап кетем қасына. Адамның ойына ол нәрсе бостан босқа келмейді. Иә, қасына отырған, анам жоғарын бәрін мен жасап жатсам да деп, сөйтіп уже жасамаған нәрсемді мен алдын ала пландап тастаймын. Негізі армандар орындалады. Иә. Осы шектеуден сіз қалай шығасыз болашақта? Если сізге үлкен бір ірі компания, сізге команданың арқасында деп ойлаймын. Команда жинап, команда жинап, мен негізі өзім аналитик емеспін, ақшаны жинау дейтінде ондай қатты не істей беретін адам емеспін. Мен дейтін соңғы ақшамды да құртсайтын адаммын негізі. Шыны керек мен ондай қатты бір бүйтіп жинамаймын да ақшаны, бірақ мен болашақта команда жинап, анандай болады, как положено, әртүрлі мамандарды жинағым келеді. Мен өзімнің бойымда жоқ нәрселер мен қабылдап тастадым. Болды, Айко, сен ақша жинай алмайсың деп қабылдап тастадым мен өзімді бар ғой. Бірақ ертең сондай компания үлкен болған кезде уже дұрыс бухгалтерім болатынына, менің ақшаларымды кәдімгі дұрыстап шешіп отыратын адам болады ғой, әр нәрсенің өзінің маманы. Сондай адамдарды алғым келеді жұмысқа. Сол арқылы мен көптеген жетістіктерге жетемін деп ойлаймын уже. Команда арқылы бұл нәрсені шығып кете аламын деп ойлайсыз. Иә, мен уже басында уже менде олармен күшті бір қалай айтады, бастық деп айтамын, ал деп айтады. Сондай сияқты мен де жақсы болсам, менің де командам жақсы болса, бірге көптеген нәрселер жасаймыз деп ойлаймын. Уже қазіргі уақытта мен соны түсініп жатырмын. Бұрын мен жалғыз жүре беретінмін, мен ясама, ананы полды бар өзім жутсайым, ананы бәрі өзім сепсайым, ой, болмайды екен, уже шаршап кетесің да. Чем командамен бір күнде 10 заказ жасаған жақсы, бір күнде 1 заказ жасаған. Дружно бір жасап қалған жақсы. Иә, күшті. Өте бір үлкен бір күшті нәрсе туады. Иә, дұрыс айтасыз. Сондай. Жалпы осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктеріңізден алған бір түйін ойыңыз, бір қорытынды ойыңыз. Енді жалпы жастарға берер ақылыңыз қандай? Айтарым, ең алдымен айтарым, ата-анаға ешқашан ренжімеу. Ата-ана сіздерге кім-кімде жаман болсын деп айтпайды.
ол ешқандай ата ана мен ойлаймын балам жаман болсын деп айтпайды, просто жалпы ана қорыққаннан ертең бірдеңе енді уайым қатты рисковать етіп жатқан құрсын ертең басып бірдеңе болып қалса деген сияқты да. Ешқашан мамам маған келіспейді, папам қазір көп просто мен өзім айналамда көріп жүргенде болмайды деп айтады дейді да. Оны жақсы жағынан қабылдай білу керек, алдап білу керек, оны результатты көрсетіп білу керек. Банағыдай мысалы дұрыс емес десе, мама мен қарашы, осылай жасадым, міне мен істедім деп айту керек. Сосын маған былай айтып жатады, сен үйге көп бересің деп айтып жатады да. Мен қазіргі уақытта өзім жалпы кезінде осы 4 жыл бұрын үй салып бастадым, салып жатырмын үлкен қылып. Иә, мысалы оны да айтады да маған, сен өзіңе ал, лучше өзіңе машина ал дейді да. Мен оны ойламаймын, ертең мен байға кетіп қаламын, болды ғой, қалады ғой бәрі, өзімнің семьям бар деген сияқты. Мен лучше бірдеңе беріп кеткім келеді. Сондай сияқты самый главный айтарым, ата-анадан ештеңені көрмеңіздерші, өздеріңіз банағыдай бір детский травма деген нәрсе шыққан. Мен оның бәріне қарсымын. Адамның өзіне байланысты. Иә, адамның тек қана өзіне байланысты. Жан-жақтан өтірік нәрсені іздей беріп керек емес. Анау бүйтіп жатыр, мынау маған қарсы дейтін, өзің мына жерде ол ақыры сен өзің жасаған келмей тұр. Сен өзің сол нәрсені қаламайсың, все. Ал егер сен қаласаң, сен любой нәрсені қопарып тастайсың да. Мен енді андай қатты бір теория жағынан ондай керім болған жоқ мектеп кезден, сондықтан мен андай ғой, қысқа нұсқа андай сөйтіп жеткіземін әңгімелерді. Барлық андай мықты бір кәсіпкерлерім отқанда да сөйлесіп отқанда бір кәсіби тілде сөйлемеймін өзім. Тық деп өзімнің тілімде айтып тастаймын. Андай жеңіл жеткіземін деп айтып отқаным осы. Сол самый главный банағыдай көп айналамда көріп отқан ата-анадан көреді да бәрі. Мен мысалы мамам ақша бермейді, папам бүйтпейді, салып бермейді. Даже біреулер бар ғой, салып беріп ашып беріп отқан нәрсені айналдыра алмай отқан. Алып берген жоқ, машина алып берген жоқ, телефон алып берген жоқ. Одан емес, әркімнің жолы басқа, бірақ самый главный ата-анаға ренжімеу керек деп ойлаймын. Адам өзі жету керек. Иә, өзі. Енді білмейміз ғой, әркімнің үйінің жағдайы әртүрлі ғой, бірақ та просто ренжімей, қалай бар, келіп тұрма, сол нәрсемен жүріп, күшті бір позитивте алып кете беру керек болды. Негізі айтады ғой, адам өз өмірін қабылдай білу керек, өз тағдырын қабылдай білу керек. Ешкім саған басқа мама болмайды, ешкім саған басқа папа болмайды, шанс жоқ болды. Сонда ғана адам жеңіл өмір сүреді, жеңіл бірдеңені бастап кетеді. Ісінде, өмірінде жеңіл сүре алады. Сондықтан әр істі адам өз тағдырын қабылдау арқылы, мақсат қою арқылы жету керек деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Ойлап тұрған нәрсені басып кету керек қой. Маған папам айтады, бас дейді. Болды. Бас дейді. Маған сол сөздің өзі болды ғой. Иә, менің опорам, менің бас деген өзі. Папаның сол бір-ақ сөзі менің әлі дейді. Маған бас деген айта бермейді. Мен папам өзі қатал адам. Но Акунай, мен саған сенемін, бас деп айтады да. Сол сөздің өзі мына жерде мен қандай көптеген жетістіктерге келіп жатыр. Тіпті мен мысалы заказ осындай рекламамен айналысып жатқанмын, сол күні кеше айтты, папа мен осындай нәрсемен айналысып жатырмын ғой деп. Папам просто художник да өзі. Художник да, кезінде жас кезінде суреттер салған. Папа қарашы, мен сенің кезіңнен нелеріңді сенің арқаңда осы. Сенің бойыңда таланттың арқасында мен осы нәрсені жасап жатырмын деп айтамын да. Сізге берілді әкеңіз. Иә, мысалы папамның өзі ондаймен айналыспаса да, маған мен басқа біреудің баласы болсам, маған ол талант келмейді ғой. Папаның арқасында, папаның бойындағы таланттың арқасында мен осылай топ жарып жатырмын деп ойлаймын да, мысалы. Сондай тек қана күшті жақтарын қабылдау керек та. Мен негативті қабылдасам табыла береді ол. Өйтсем неге бүйткенде бүйтпедім, мен неге бүйтіп мысалы капана кетқанда кешігіп қалдым деген нәрсенің бәрі негатив қой. Тек күшті жақтарын ойлау керек болды. Сонда ғана жеңіл өмір сүру керек қой болды. Бізге жалпы Қару подкастқа осындай өте талантты, жаңағыдай өзінің еңбегінің терінің арқасында жеткен адамдарды арнайы таңдап шақырамыз. Рахмет көп. Сол үшін сізді шақырдық. Сіздің жаңағы инстаграмыңыздан осы жұмыстарыңызды көріп мен шоке болдым. Өте жас қыз қалай осындай жетістікке жеткен деген нәрсе болды менде ойында. Сосын ойланып қалдым, неге шақырмасқа, неге тек қана үлкен кісілерді шақырып, жаңағыдай неге жастарды қолға алмасқа деген сияқты. Мен араластырып шақырғым келеді. Алдағы уақытта осы Қару подкасттан осындай жас кәсіпкерлерді қолдайық дегім келеді. Мен де жас кәсіпкерлерді қолдаймын. Всегда ақылымды айтуға да, көмектесуге де всегда дайынмын. Қолдап бір алға қарай жылжытып жіберуге де дайынмын. Жалпы өзім ауылымның айналамдағы балдардың бәрін солай бәрі мүмкін екенін да.
мысалы кез келген нәрсе, любой адамның жасаған нәрсесі любой адамның қолынан келетінін жеткізгім келеді бәріне, көрсеткім келеді. Соны бағанадай өзімде көптеген видеоларды түсіріп, мысалы да далада біреуге фропқа түсіртпей, өзімнің інілеріме түсіртіп, ауылдағы балдарға түсіріп деген сияқты жеткізгім келеді, каждый нәрсені жеткізіп, өзім де жасап, жұртқа да пайдамды тигізгім келеді да. Қазір жасап қалсаңыз, ертең үлкейгенде оның жемісін көре аласыз. Әрине, бұйырса. Еңбектің арқасы бар ғой. Барлығы еңбектің арқасы болды. Басқа ештеңе емес. Тапить ете беру керек. Мотивация бір сөз айтсаңыз. Қандай мотивациясыз айтайын? Рисковать етуден қорықпаңыздар. Рисковать етуден қорықпаңыздар. Басыңыздар болды. Папам айтпақшы, басыңыздар. Өте керемет. Рахмет келгеніңізге. Сізге көп рахмет. Айо тур деген бір проектіңіз болды да, болды ма? Айо тур деген болды. Сол айтып жіберейін ба? Қызық болып тұр, есімнен қазір. Хорошо. Фасадпен айналысасыз. Иә, фасадпен де айналысамын. Қазір айтып жіберейін онда. Жаңа бана айтып жатырдым ғой, гештальт деп. Бала кезде мен неше түрлі ойындарға қатысқым келді, балаларды ойнатқым келді деген сияқты. Маған андай ой келді. Қалтамда артық ақша көп болып кетті ма, білмеймін. Балалар күні жақындап келатыр. Ауылда, вообще мына Атырауда жоқ, үлкен батутты көрем ғой. Неден? Ауылдағы балдарға келсем екен. Батут заказ берем Ақтөбеден. Одан қалса жылқылар, неше түрлі ойынның бәрін интернеттен заказ берем, жинайым, мақта. Короче, білесіздер ғой, ойынды ауылға алып келем. Балалар ойнайтын ойынды алып келем. Так, мынау болмайды. Так, концерттік бағдарлама деймін. Концерттік бағдарламаны жасаймыз, балдар бар, бәріміз өзіміздің іштегі официант балдар бар. Сөйтіп келіп, тағы не бар, ойындары бар, бәрін алып келіп, бұл просто так скучно болып кетеді. Бағанағыдай ойын, мороженайлар таратайық, ойыншықтар таратайық. Короче, үлкен бір концерт болып кетті ғой, кәдімгі тур болып кетті. Креативпен ауылда. Иә, ананы жасағаннан кейін просто так отырып жасап тастаған нәрсе вау болып кетті да, бар ғой. Адам талпа. Шоке ғой енді андай нәрсені көргенде. Бүткіл ауыл жүр, сосын барып уже маған анадай жазады да, біздің ауылға да деп, типа Ақсауда ауданда болмаған нәрсе біздің ауылда болып жатыр. Мен ойлап отырып, давайте айо тур деп ашып, бүткіл ауылды аралап келейік деп. Еще бүткіл ауылды аралайсың, еще мына ауылға мороженое бермей қалдым, подарок бермей, аналарға да беруім керекпін ғой енді. Бүткіл ауылға мороженое, короче, ауылда жасаған нәрсені Чапаев та, Ақсауда бәрінде жасап шықтым. Сөйтіп, соның арқасында бір жағынан қазір күшті де кетіп батасын. Айо театр дейді, Қытай балдар бар ғой, күшті. Мен өзім кезінде үйден суши жасаған кезде великпен доставка жасадым. Андай термосумкам болдым, ұялмайтын болдым, түн болсын, күн болсын, висетпен доставка жасайтын болдым. Сол кезден бастап уже мен айо деп жаттап қалыпты. Сол банағы балалардың, может айтады ғой, может ол балалардың айтқаны маған тілек болған шығар да, айтады ғой, бір қалай айтады түсінбеймін, кішкентай баланың тілегі қабыл болады дейді ғой. Айапа сіздер бәрі болсыншы деп айтқан сөздерінің өзі андай күшті да. Иә, қабыл болады. Сөйтіп осы ауданымызда балалардың бәрін қуантқан болатынмын. Сөйтіп жүріп, банағы сіздер айтып жатсыздар ғой, фасадпен айналысып, оны мынаның ішіне араластырғым келмей отыр еді. Негізі андай не көп көтерді, бірақ оны да айтайыншы, строительство қызыққаным соншалық. Үй салып жатырмын ғой мен. Соның сыртынан папам өзі штукатур соғатын болды. Папа штукатур соқпай-ақ қойшы, мен сыртын дерскетіп фасад жасаймын деймін ғой мен. Сөйтіп жүремін де фасадқа қызығам. Солай фасадтың заттары келеді. Ана заттарын бәрін шығарамыз, кәдімгі мына едіге декорларын жасайтындай. Негізі Атырауда теплый дом едіге енді ашылып жатқан уақыттарда жасадым, көп болған жоқ. Бірақ менде банағыдай сол ақша жоқтықтан ғой енді өзімнің жиған терігіммен немен жасаймын, бірақ осыған сол жасаған кезде екі үйді шыттай қылып жасадым. Әлі уақытқа шейін тұр, уже 3-4 жыл болып қалды. Қазіргі бұйырса мына бана жаңа айттым ғой сіздерге, аликолонтпен үйдің сыртын қаптайтын, сол кезден бастап менің басымда жүрген нәрсе. Мен ананы дато айналысып келіп енді неше түрлі қиындықтар болады ғой, болмайды емес. Сөйтіп қойып тастаған болатын, бірақ менде мақсат болды, мен осы нәрсені қалай да жасаймын. Ана ақшасын көріп қалдым да, енді бір заказдан бәлем 4-5 миллиондап кетті. Күшті да анандай да, бір чем андай штуктап тамақ сатып отқаны. Иә, көріп қалдым пайдасын күшті екен, бірақ оған мен әлім жетпей қалды. Андай құптаймын да. Маған мен бүйтіп барып тұрамын ғой, бүйтіп мен фасад жасаймын дегенде маған ешкім сенбейді да, андай болады уже. Как несерьезно қабылдайтын мені. Димал деген. Иә, Димал сен қоя қойшы деген сияқты. Шынымен де солай. Мен сөйтіп жүр, бірақ мен по-любому жасаймын осыны дедім. Уже бір күні кеше сияқты еді бар ғой, білмеймін, кеше жасап жатқан сияқты едім. Уже 3-4 жыл өтіп кеткен бар ғой.
енді осы бұйырса осы жазда осы сезонда соның бәрін реттеп жатқан жайым бар. Бұйырса ертең тұх деп ашып жіберейін деп отырмын. Ол да ашылады бұйырса. Бұйырса, иә, конечно, барлық заттарым дайын тұр. Тек құттай бір андай қалды еді, өзімді физически и морально дайындап жүрсем дейтін болады. Потому что баяғыдай андай оңды солды алды-артыңа қарамай ашып тастау дейтін жоқ қой, кішкене қарау керек айналаға деген сияқты. Ісіңізге береке берсін. Рахмет көп. Бұйырса көресіздер, қарап отырасыздар. Бұйырса көптеген ЖК-ларды, үйлерді жасап отырамын енді. Конечно, үлкен биіктіктерден көру өте Рахмет. Адамға бір күшті бір мотивация қалдырады. Әрбір адамға, мысалы, сіздің ауылыңыздағы, айналадағы таныстарыңызға, ата-анаңызға қандай гордость болдың өзі еді? Қандай жетістік? Соның өзі қандай керемет, мақтанып айтқаның өзі күшті ғой. Просто так бір орталарда отырғанда, ой, мен қызым бір көп ақтай бермейді негізі үйдегілер. Бірақ соның өзінде бір айтып қалса, айтып жатыр мені деп күшті болып қаласың. Соның өзі маған жеткілікті болды. Бұрынғы дәлелдеймін деген нәрсені жеңдіңіз. Иә, шыны керек, сол болды. Самый главный, ата-анаң денсаулығы мықты болып, өзіңде шаруаларың жүріп жатса, барлық айналаңда достарың көп болып, күшті болып жүргенге ештеңе жетпейді. Барлығы болады. Ақшада болады. Уже мен көзім жетті. Любой нәрсені жасап алуға болады екен. Қолдан бар ғой. Мына екі саусақтарымыздан, қолымыздан тек іске асыру керек сол нәрсені. Любой нәрсені жасауға болады. Мына отқан столымызға дейін нелерімізді де жасап сата беруге болады екен. Андай өтпейді дейтін уақытша нәрселер. Сату тілі болу керек адамда, иә? Иә, креатив болу керек. Креатив жоқ адам, әр адамның өзінің таланты бар ғой. Мысалы, бір адам мен сияқты нәрсеге мықты болса, ол адам басқа нәрсеге әркім енді бәрі бірдей бір кәсіпкер бола алмайтын шығар, но зато өзінің ісінің маманы болу керек та. Мынандай мен осыны до конца жасап апарамын деген сияқты. Менде де көп өз-өзімді табуға көп мен істедім, мынандай дизайн интерьері оқығым келді. Мен неше түрлі нәрсені ойладым. Салон ашып тастайын ба деп те ойлап жүрдім. Макияж үйреніп аламын ба деп те ойлап жүрдім. Сөйтіп адам мынандай ғой, жасай беру керек, өзің сосын табасың да тік деп. Жан-жақтан жасай беру керек. Құртпау керек. Иә, құттай бір шетін көріп істей берсең, уже сен желание кетеді, уже сен келмес екенін де түсінесің деген сияқты ғой. Баса беру керек, сол болды. Түпкі мақсат не сізде? Түпкі мақсат енді білмеймін, осылай енді бана айтып жатырмын ғой. Шек жоқ қой негізі. Енді бұйырса анандай айтқым келеді. Әзірге әр нәрсені бүйтіп қауып алып жатсыз. Қауып алып жатқан жоқ, мен сол театрым строительство үлкен компания жасауға мен жайлап театрым деп ойлаймын. Уже енді алдағы уақытта анандай бизнесім өзім жүре беріп, өзім бір шетелде қыдырып жүрмейді, болды, басқа дым емес бар ғой, шыны керек. Үйдегілер де бар, айналамдағы адамдардың барлығын еркіндікке әкелгім келеді да. Еркін өмір сүргендерін қалаймын. Әйтеуір бір қымтырлықта емес, бағанағыдай айтады ғой, күшті болып. Бірақ енді қазірше мен тажа мысалы өзім көп шетелге де онда ешқайда шықпаймын да. Мен шетелге шыққан жоқпын деп ренжімеймін мен. Мен айтамын, ертең бір күн болады, бір жылда 10 елге шығып о деген сияқты етіп қабылдаймын. Мен оны өзім жасаймын деген. Иә, оны ренжіп не істеп бағанағыдай айтып отырады, типа мен ешқайда шыққан жоқпын деп ұялып жүретін қыздар да бар. Мен айтамын, шынымен де бар. Типа мен ана елге барған жоқпын дейтін де қыздар бар. Мен айтамын, пускай жасай бер. Ертең бір жылда барасың, 10 елге барып тастамайсың ба? Деген сияқты. Ерте ме кеш пе ол еңбектеген адамның жемісі шығады. Иә, соны айтамын да, мысалы тіпті біздің мамаларымыз да отқан жоқ па, ешқайда шықпай. Ренжімеңдер ондайға деген сияқты да. Манағы айтқанымыз сол, адам өз тағдырын қабылдай алу керек. Иә, қабылдау керек, болды. Барлық нәрсені қолдан жасай алады кез келген адам. Соған сену керек. Өте керемет, рахмет. Өте керемет. Рахмет. Түпкі мақсат Марстан точкашы деген. Шек жоқ қой, Өте андай қызықты да, креатив па сізде анандай. Иә, көп, менде тіпті айта беретін нәрсе де көп негізі ғой. Кейде осы бір форумда не болдым, спикер болдым. Сол кезде мама не айтарымды білмедім ғой. 10 минуттың ішінде не айтамын мен? Жұрттар не айтамын десе, мен қалай сыйғызамын деп тұрдым ғой. Жоқ, шынымен ғой. Каждый нәрсе қызықты да, мысалы. Мен мысалы баяғыда ең алғаш сушиім жасадым ғой. Бір аптада ақша жинап висит алып алдым. Одан кейін термосумка алып алдым. Өзім видеоларым бар, қарасаңыздар бар ғой, артыма асылып аламын да, ауылда тастап көрсем біледі ғой балдар. Ештеңе де ұялмайтын болдым мен сосын бар ғой. Ештеңе де ұялмайтын болдым. Виситпен дастарханды жасап жүріп, мысалы қазірдің өзінде ұялмаймын мен. Трикомда немді киіп аламын да, мен далада немді жасай беремін. Вывескамды қондыра беремін. Ешкім жоқ па, балдар кетіп қалды, жұмыста балдар жоқ деп қарамаймын. Көтеріп аламын да, өзім басам. Сосын барып үйге барып боянып аламын да, бүйтіп мамаңда шығып кетемін бар ғой. Не ғой уже андай қалай ұялмау керек сосын бар ғой негізі.
дұрыс. ұялған Адам андай төмен адамды көрмейді, жоғарыға жеткен адамды көреді ғой, сондықтан ұялмау керек. сол жаңағыда не болып жатқанын ешкім білмейді ғой енді, бірақ та сонда да тек баса беру керек деп айта беремін мен. Болды, кез келген адам сол сұрайды ғой, баса берші болды. Қазіргі жеткеніңіз сол еңбектің арқасы кезінде? Иә, әрине қазіргі жеткен. Мен енді қазіргі уақытта андай бір керім бір машина алдым или там не алдым деп көрсете алмаймын, бірақ қазіргі уақытта бизнеске өзімнен түскен ақшаны бүйтіп айналдырып салып жатырмын да, бүйтіп былай. Бірақ зато мен сестренкам оқуда еркін жүр, үйдегілерде рахатты да, мындай ақшаның безлимит ақша сияқты етіп өмір сүргім келеді мен. Сұрай ма? Давай. Подругам ақша сұрай ма? Бет саған бет. Бір білмеймін, сондайды күшті көремін өзім. Біреу келіп, досым келіп тұрып, мен маған бірдеңе қадалып қалдым десең, давай, деп беріп саған келеді бар ғой, күшті көремін өзім. Шетелдегі бай апалар бар. Иә, тот самый апа. Иә, сондай өзінің түпкі мақсатым сондай да, айналамда адамдарға смело көмектесе бергім келеді да, сол күшті да, содан кайф аламын. Өзім бір шетелде жатсам деп қойып. Иә, сол ғой. Бұйырса бәрі болады, машинада болады, үйде болады. Ең бірінші армандай беру керек. Армандай беру керек. Арманы шексіз болу. Мен Қытай кезімде мен қалада кафем болса екен деп армандайтын болдым. Соң оказывается мен қалада кафе уже ашып тастаған екенмін да. Алдында ойлап қоямын да, бір подругам бар, күшті бір жігітке күйеуге шығып кетті да. Қазір күшті, сонымен айтады да, мен Қытай кезімде күшті жігітім болса екен деп армандайтын болдым дейді. Сол сияқты ғой. Мен онда кафем болса деп армандайтын, ол орындалып қалды ма деп айтамын ғой. Сол сияқты қазірдің өзінде арман кеш емес, любое время сіздерге де сіздерге де армандай беру керек. Күшті, сіздерге де құтты болсын осындай студияларыңыз, ары қарай күшті мықты кәсіпкерлерді шақырыңыздар. Хит болсын Атыраудың прям. Негізі қуанып отырмын мен. Андай қызығатын едім блогерлерге қарап, бір күшті подкаст беріп отырады ғой. Атырауда да көп қой деп. Негізі қызықты адамдар көп Атырауда бар ғой. Сол ашылмағанда Атырауды жалпы зерттедім. И көп адамдар ашылмаған іштегі сырларын айта алмайды. Оқыған білімі бар да, шетелде анда-мында оқыған білімдері бар. Айтпайды. Ешкімге айтпайды. А оны оқуға армандап жүрген қанша адам бар. Жастары бар, соны мен ашып көрсеткім. Андай шұқып шығара алмай атасы бар бүйтіп. Зерттегім келеді сол адамдарды. Мысалы мен келетін адамдарды любойын мысалы зерттеп аламын. Ол кісі немен айналысады, мен сол турасында жастарға суырып алатын бір нәрсе шығарамыз. Иә, дұрыс айтасыз. Сол мақсатымыз сол. Ең бірінші жастардың санасын оятып, бір нәрсе болсын, құттай нәрсе болсын, оларға түрткі болып, жаңағы диваннан көтеріліп, жұмысшы жасап кетсе, Қазақстан күшті болып дамыса деген ғой. Енді кішкентай қала болса да, батыс бойынша болсын, Қазақстан бойынша болсын, үлкен бір подкаст студиясына айналғанымызды қалаймыз. Бұйырса айналып тұрсыздар ғой уже. Айтып тұрсыздар уже, айналып тұрсыздар. Шынымен дым несі жоқ. Мен де айтамын ғой, мен айттым ба болды, мен істеп тұрмын ертең деген сияқты. Ертең мен де айтқан нәрселерім күшті балдарға, жастарға, айналамызға пайдасына кетсе мен де қуанамын деген сияқты ғой. Тек өз пайдасын емес, жұрттың пайдасын ойлау. Иә, сол банағыдай ала беруге болмайды, беріп те білу керек. Ала берсең де болмайды ғой. Негізі білім алып, оны берген дұрыс деп ойлаймын. Басқаларға бір санасын оятқан. Кітап оқымасақ та әйтеуір қолымыздан үйренген үйретіп жүреміз. Мен айтайын, менің 25-тен көп блокнотым бар. Бірінші бетін бастаймын да жауып тастаймын. Мен үйренгім келді, ана кәсіпкерлер ұқсап күшті етіп, каждый бетінде жазулар тұрады ғой. Сөйтіп жүргім келеді. До конца ана жазамай еще келесі бетінде еще. Шүкіршілік дәптері дейінде бірінші бетін бастаймын да жауып тастаймын. Блин, не могу, ананы үйрене алмын. Астына айо сен болмайды саған, сен шаруаңды жасап клинмен шурпа беріп ұстап жүре берші деймін, өзіме бар ғой. Шынымен адам әркімнің өзінің несі бар ғой, таланты бар да. Минустарында жетеді. Идея толып тұрады, бірақ оны жаза алмайсыз. Мысалы мен артым шашып қопарып жүремін деген сияқты ғой. Мен артымды жинамаймын, зато бәрін қопарып идеяны жасаймын, мен артына біреу жинап жүру керек деген сияқты. Әркімнің минусы бар, қабылдай беріңдер минустарыңды. Зато сендерде плюс бар деген сияқты. Мықты жазып қоятын шығарсыздар. Мысалы, мына жазатын адамдар журналист болып кетіп жатыр, күшті да. Мен тақпақ жаттай алмайтын болдым, 4 жыл тақпақты мысалы мектеп кезде. Сонда да 5-ке шыққан. Қазір қалай сөйлеп тұрсыз? Мен фактты айтып тұрмын да. Бар нәрсені айтып тұрмын. Кәдімгідей бәрін жаттап алғансыз. Бірақ мен андай да сөйлегенде ұйқасын келтіріп көп айта алмаймын. Андай мындай деп, андай ойбай деп, андай сөйтіп айтып кете беремін. Просто бар нәрсені бар етіп айтамын. Иә. Ал банағыдай айтады, мықты кәдімгі тілмәш қыздар бар ғой. Мақалдатып тұрып сөйлейтін. Сондай подругаларым да бар. Мысалы, олар уже басқа нәрседен мықты тұлға болады деген сияқты. Әркімнің өзінің таланты бар да, күшті. Сосын минустарını қабылдап білуің керек.
банағы мен үйлеспеймін құрсын бір адамды жалдап ал да соны үйлестіре сал деген сияқты ғой, болды. А так ремонт жасай алмайтын адам ремонт жасататын ең адам. бастысы сол мақсатыңа Өзіңді табу керек, немен айналып, нені сен қолынан күшті келеді, соны тауып алсаң болды. содан проф болсаң болды. Сол нәрседен проф болсаң болды. Айтып тұрмын, мектеп кезде 5-ке шықтым бүткіл сабақтан, бүткіл концерттер өткізіп бересің, би үйретіп бересің. О жандай да. Өзім плюс жақтарды біліп жүремін да мен. Апай, сен анасы аш сабағыңызды несіп берейінші деп, колледжде де сол старший болып кетемін, президент болып кетемін. Сөйтіп, короче, бес бірдеңелерді аласың, на самом деле. Дым связь, сосын связь дейтін нәрсе мықты. Айтайын дегенім бар ғой. Связь көп адамдармен араласа беру керек, таныса беру керек, сөйлесе беру керек. Ол просто так сенің қасынан келіп отқан, мысалы, монтажник өзбек болса да, мысалы, мен алдында дастұрға бардым, бір өзбектен көп нәрсені үйрендім. Ол мысалы аликонтты жасаған екен. Майын тамыз тұр, 5 сағат отырып сөйлестім ғой. Ана кісі ойлаған сияқты соңында маған ғашық болып қалды деп бар ғой. Зато мен біліп алдым да, ана бәрін біледі, там бар ғой. Соның арқасында мен там чисти отырып, сөйттіңіздер да. Инсайт алып алдыңыз керек. Так, сөйттіңіздер да. Тағы кім біледі сіздердің таныстарыңыздан деп бар ғой. Кім сөйтіп тупо сөйтіп үйрене аласың болды. Мен сөйтіп өзім кәдімгі тегінді айтады ғой, бәленбайым курс алғанша ютубты ашып қой да, Мешаны ондап ал деген сияқты ғой. Бәрі тұр, дайын тұр, бәрі дайын тұр. Білетін адамға. Жан-жақтылық керек қой. Жан-жақтылық керек. Үйренемін дейтін, көремін дейтін, білемін дейтін нәрсе толып тұр. Интернетті ашық болсаң, ChatGPT-ның өзі бүткіл нәрсені айтады. ChatGPT мен бүгін не істеймін деймін ғой, болды. Сол мысалы да. Сондай бәрін пландап береді иә? Иә, конечно, бәрін пландап береді. Қазір мен осындай фотосессия айтпайды, менде осындай шүрпәбіркі бар, так осындай юбка бар, осындай не бар, қандай фотосессия жасайын десең де айтып береді ғой. Рақат та кәдімгі бәріне. Документ жасай алмаймын мен мысалы. Так осылай, маған документ жасап беріп қойшы, долларға кетіп байтын деймін, амал табады адам. Любой нәрсенің амалы бар қазір, күшті ғой қазіргі уақытта. Просто еңбекқорлыққа тәрбиелеу керек балдарды бар ғой. Мен ойлаймын, ертең бүткіл 2-ның 1-і білімді болатын сияқты деп, болашақта балалар. Просто банағыдай іске үйрету керек. Қазір балдар еріншек қой, көресіз. Тек бүйтіп қой отырады ғой. Қолмен жұмыс жасамай, күрек ұстап білмейді балдар бар ғой. Шөп қырып білмейді деген сияқты ғой. Үйдегі інілеріме кетінде шөп қырыңдар деп жіберіп қоямын да, оның бәріне қолмен жұмыс. Соның өзі күшті ғой негізі. Уақыттан бос кетіп жатыр, одан да пайдалы іске жұмсаса. Иә, еңбекқорлыққа үйрету керек деп ойлаймын. Мен сол нәрсені ертең бана айтып жатсыз ғой сіз, орталық ашқым келді деп, мен балаларды еңбекқорлыққа үйрететін нәрсе ашқым келді, андай бар ғой, бір бөлмені как будто күректермен жұмыс жасайтын қылып, бір бөлмені андай балталармен жұмыс жасайтын қылып, сондай нәрсе ойымда жүріп берсе, соны жасағым келеді. Ақша келмесе де, болашақта сол нәрсе бар. Қытайда көп екен ондайлар. Қытайда сабаққа емес, еңбекқорлыққа да. Сол үшін оларда еңбекқорлық көбіне. Соны әкелгім келіп берсе. Ауқаттың барады бері бар. Адамдармен көп сөйлесіп пайдалы жатыр ғой. Иә. Ашық адам ғой, жайлы ғой. Иә. Жабық адамдар болады ғой. Иә. Интроверт. Олар қалай сөйлесу керек олар, қандай байқатады. Енді менің айналамда жабық қыздар көп, жабық балдар да көп, жабық қыздар да көп, бірақ мен енді олармен барынша олардағы талантты көріп тұрсам, сен істеп көрші деп айтамын. Өзім бар ғой. Енді ол адам сөйлесе алмаса, ол сөйлесе алмайды ғой енді. Бірақ та барынша ортаға қосып, ашып, сөйтіп жүресің. Ол енді оның талантын барып өзгерте алмайсың да бәрібір. Бірақ та біз сияқты адамдар көріп тұрып оған айтса, мүмкін ол жұмыстан кетер. Оның бірақ мықты жері болады ғой бәрібір де. Может, ол IT шығар, мысалы дизайнды мықты істейтін шығар, да? Сен осыны қазір жасап жатсың, мен мысалы 3D дизайн көріп тұрмын, давай оқып алшы. Мен саған заказ берейін деген сияқты етіп ашуға болатын шығар деп ойлаймын. Ол адамдардың бойында талантты көріп тұрып, ал так оларға сен сөйлесе алмайсың, сен сөйлесеші, араласшы деп айта алмайсың оларға, ол бәрі істей алмайды. Мектеп кезде де солай ғой, байқайсыздар ма? Мысалы, экранға ол кісі шыға алмайды. Мысалы, болашақта ол кісі өз бизнесін ашқысы келсе, интроверт адам қалай ашылу керек? Сондай адам жалдайды өзіне деп ойлаймын мен, болды. Қасына пысық біреуді жалдап алады, ассистент қылып. Экранға шығады. Иә, мен мысалы жаза алмаймын, ақшаны есептей алмаймын, мен мықты бухгалтерді қасыма ертіп алып жүргім келеді, сол сияқты ғой. Ол да кәдімгі енді ақшасы болса любой адамды іздеп табады ғой. Қасына бір досын алады да, или бір адамды алады да, сөйлесуге менеджер деп айтады ғой енді қазіргі уақытта. Сол арқылы саудасын жасайды деп ойлаймын. Мен вот сол ойлайтыным, интроверт адамдарды сол өзінің бизнесін ашқан кезде лицо компания ретінде өздері экранға шыққан қалаймын. Жарқырап неге шықпасқа? Мысалы, көп адамдар
жаңағы экранға басқа адамды шығарып қояды, бірақ өзі артында бар, менің еңбек ондай достарым бар. Мен мысалы Садақ Жебе деген не бар ғой мына Атырауда. Мысалы соны мен қанша мәрет айттым, жоқшы сен ғой ашып жатқан деп бар ғой. Ол баракта ішінде какой-то бір инструктор бала бар ғой, соны ашып сөйтіп қойып бәрі соныкі деп ойлайды. На самом деле сен ғой еңбек етіп жатқан. жаным ашитыны сол. Неге еңбектенген адам көрінбейді де, неге бірақ жайлап ашылып келатыр ол бала. сөйлеп тұрған просто олар просто тию керек мына жерлеріне болды. Өздері соны опытты тию керек. Ертең ол бала мысалы ана өзімдікі деп мысалы банан сеп тұрып оны сатып кету керек, ұйықтатып кету керек, сосын барып қадалу керек, сосын барып өзі ақ түсінеді, құрсын өзі бүйтіп жұмыс жасанады. Просто андай ғой, адамға бір проблема болмаса ол өздігінен қозғалмайды. Айтады ғой негізі бір қылау болады, сосын болады. Сол ғой бір нәрсе кедергі болу керек, а так былай емес. Мысалы сіздер бірдеңе жасап жатсыздар, бірдеңе үйлеспей қалу керек деген сияқты ғой, бір әр нәрсенің өзінің бір шешімдері бар сондай. Ал басқалай мен айта алмаймын, бір аспаннан фух етіп түсе салмайды ешкімге. Сол любой адамда солай. Қазір любой кәсіпкер мықты болып беті жылтырап жүргенмен бәрінде мысалы қарап жүрсем, бәрінде қарызы бастарында бар ғой. Бірақ басып батыр да. Қиналып отқан жоқ, айына 10 миллион төлеймін деп қинап жылап отқан жоқ. Наурд 10 миллион төлегендерімен олар 100 миллион пайда көріп отыр деген сияқты ғой, баса беру керек сияқты. Сосын банағыдай айналадағылардан бәрін құттай-құттайдан тістеп алу керек. Просто так ұтпау керек деген сияқты. Керек инсайттарды алу керек. Керек инсайт. Любой адамнан өз өмірін айта береді дегеннен емес, оны наурд ар жағынан басқа нәрсені түсіну керек та. Алатын нәрсе көп. Кез келген адамнан, ауылдағы бір кетіп жатқан адамнан да аласың. Әр адамның өзінің бір күшті таланттары бар ғой. Солай. Ашылмаған таланттар өте көп. Өте көп. Мысалы мен папам мысалы сондай. Папа айтамын, сен бастық болатын адам жоқ, мен бастық болмаймын. Мен біреудің үстін басқарып отыруым керек дейді. Не қыламын деп па? Не қыламын дейді да. Мысалы папам дейтін бүйтіп мына шегені тасқа соғып отырып портрет жасайтын адам да. Мен аша алмай ақ қойдым, мен жұртқа қалай айтам, папамды аша алмай отырмын үйде мысалы. Андай шегемен бүйтіп тасты бүйтіп отырып, портрет жасайды. Тасқа? Соғып отырып мраморларды. Кезінде сол Құттай кезінде жас кезінде жасап отқанда мама айтқан ғой, құлпы тастар жасайық деп. Кімнің өлгенін күтіп отырамын дейді. Кімнің өлгенін күтіп отырамын дейді. Бүгін бардым, анау кәдімгі март оқып келді. Соны айтады, маған айтады, кімнің өлгенін күтіп отырамын мен дейді. Вот, көрдіңіз бе? Ал анау чистый кәдімгі бизнес қой. Например, үйде тұратын просто сувенир жасаса да болады ғой. Жоқ, негізі сол кездегі папамның ойын айтамын да, андай бір сондай бір ойы бар да. Бірдеңе айтсаң бірдеңе дейтін адамдар болады болған бір. Бір сондай бір устанок болған. Мен бастық болмауым керек, мен біреудің үстінен бұйырмауым керек деген өзінің 90-шы жылдардағы тематикалары ғой өздерінің. Солай. Енді әр адам үйдегі мысалы мен шестеренкамда қатты мысалы мен сияқты емес, оны басқа жағынан ашасың. Ол мысалы бірдеңені мынаны давай сен өйстіп істеші деп берсең, ол идеально қылып істеп қояды. Жасауға жақсы. Бірдеңені бұйырғанда ол күштеп жасап қояды да, әркімнің таланты әртүрлі. Сол сияқты аша білу керек қой. Ал оған мысалы өзің қалаған істе десең, мен істеймін. Бағытын білмеймін. Ал оған сен любой нәрсені тапсыршы, идеально мысалы кафені бая тапсырдым деп айттың ғой, өзі қайтып қояды деген сияқты. Сондай бір әртүрлі адамдар дейтін. Сол үшін ғой біздер осындай подкастта осындай кәсіпкерлер шақырып, өзінің инсайттарын, керекжелерін бүйтіп түртіп алып қаламыз. И ол басқа адамға күшті инсайт болып жетеді. Мотивация болуы мүмкін. Арамызда бар үндемейтін кәсіпкерлер. Мама қаншама ақша тауып отыр. Мал шаруашылығымен айналысады, аттың үстіне шауып қойып мысалы да. Үндемейді, бірақ бүйтіп қойып отырады да. На самом деле простой адам деп ойлайсың. Кетіп батады, правда мен 200-камен мады қосым, мына кісі мана сөйлемеген сияқты ғой деп. Сол сияқты ол кісілерден де үйретінетін нәрсе бар, жайлап барып біліп бар ғой. Сол сияқты. Сол адамдарды ашу керек. Ашу керек, басқалардан білетіні көп та олардан. Ол уже малды қалай бабын табуын білетін адамдар да уже. Біз білмейміз мысалы. Мың түрлі вообще неше түрлі адамдар бар ғой. Ол кісілер көбіне экранға шығуға ұялады. Бүйтіп отырады да, бүйтіп жайлап спонсорсызға миллион ақшаларын тастап кетеді, бүйтіп отыратын адамдар ғой. Сен ол ақша тастап кеткенін де білмейсің. Мысалы біреу жасырын жасайды. Біз қасқа спонсор болдық деп айтып жүреміз ғой кәдімгідей. Ана неге мен спонсор болды? Ол кісі жоқ айтпайды, тек ана шетте біткен эмблемасы тұрады. Мына кімнің эмблема екенін де білмейсің, но на самом деле ол кісілерде ақша кәшті андай болып тұрады да. Сондай ғой енді. Әркім по-разному тауып жатыр ақшаны. Ақша шексіз тауа беруге болады, смело. Да. Көп-көп рахмет сізге. Сіздерге де көп-көп рахмет. Сізден бір керек инсайттарды өзіме кішкене жинақтап алдым. Да, солай ма? Сіз қай жылысыз сонда? Мен өзім 2001. 2001 сіз да.
Менде құрбыларым көп 2001 жылғы. Сіз 96. 96-сыз ба? Мен 2003-мін деп қойдым. Мен бәрібір маған айтады, Қытай серьезный болшы, Қытай серьезный болшы деп айтамын ғой. Бола алмаймын мен серьезный. Бастықпын деп айтпаңыздар. Жоқ, мен өзі қабылдап тастадым, бола алмайды екенмін мен. Кәсіпкерлердің арасында ең кішкентай менен кейін. Жаңағы ұстанымды ұстанасы, қарапайым болу. Иә, қарапайым болу керек. Бір әлдеқандай болып кетсең бітті, бәрі не то болып кетеді, кішкене бүйтіп. Қиын, бәрі ауыр қабылдасаң, ауыр болып кетеді де жұмыстарың, зіл-зілде болып кетеді. Дұрыс. Міне мен інім де қазір күшті топ жарып кетір. Алматыға оқуға түспей Атырауда қал деп жатырмын. Ауылда бүткеннен күшті жанарды қалалардың бәрін түсіріп. Айтып қой енді, сен де шақырады ертең. Береке берсін. Иә, рахмет. Сол, рахмет енді сіздерге көп. Сізге рахмет. Мен де кәдімгі қуанып отырмын, осының бәрін айтып, Андай адамға күшті эмоция сыйлай алады екенсіз. Рахмет. Сіздің подкастыңыз ойлаймын, кейбір жастарға может мотивация ретінде жетеді. Дұрыстап тыңдаңыздар. Мен сосын Инстаграмды қарап отырмын, күшті күнде бірдеңелер жасап отырмын. Бүткіл жасап жатқан жұмыстарым мен барынша жасап. Андай блогер емеспін да енді. Бірақ андай эстетикаға жоқпын. Бірақ қалай бар солай, без монтажа солай сала беремін. Как есть жүргеніңіз. Қалай бар солай жүре беремін. Тамақты бүйтіп үстінен түсіріп қойып сала беретін адам сол. Өте керемет. Сол. Рахмет көп. Рахмет сіздерге. Подкастымыз бұйырса YouTube канал ашады. Қару подкаст. Қару атты күшті екен. Мықты екен. Сайты. Мықты екен. Атсаймыз. Бізде бүгін қонақта болған Айгерім Асхатқызы, өзінің инстаграмы жеке бар парақшасы айо реклама. Соған тіркеліп кетіңіздер, өзінің жұмыстары бар, көріп таныссаңыздар болады. Айтар сөзіңіз? Осылай біздің видеоның астына керемет менен қандай инсайт алдыңыздар, сол туралы әдемі етіп жазып кетсеңіздер. Ең ұнаған жанға мен өзімнің атынан сіздердің бизнестеріңізге разбор және де осындай керемет бір выпускаларыңызға күшті көмек бере аламын. Өте керемет. Идея неше түрі бар. Ең күшті инсайт алған адам өзінің қандай инсайт алды, соны жазып кетсін полный. И бұл кісі сіздерге өзінің осындай жұмысынан выпуск жасап беремін ғой. Сөз айтқанда. Бұйырса. Ендеше біздің каналға жазылыңыздар, Қару подкастқа, және де айо рекламаға жазылыңыздар, және де бізге тіркеліп кетіңіздер. Лайктарыңызды аямаңыздар, тегін тұрған лайк, және де комментарийіңізді аямай жазып кетіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға. Seni büyüne gerek, mama yügene gerek tip. Bizge hiç kim tavuk bilmeydi akşana göre tip. Kımbatçı birek, dürttün gilek. Sendim kutlayım, sendim